әр қазағым байысын, әр қазағым жалғызым, әр қазағым байысын деген сияқты бәріміз бірігіп ақша таппаймыз ба? Моменттерді пайдаланып. 60 мың теңге қалтаңызға салып отырасыз әр сенбі күні, әр субботада. Ол реально істеуге болады. 2 апта, 3 апта, 1 ай, пока Яндекс беріп тұр, жігіттер жұмыс істеу керек, ұру керек, Яндексті ақшаларын алу керек. Бізден процент ұстайды ғой, мұқым 17%. Біз неге сол бонустармен осындай кезде тез сол берген ақшамызды қайтарып алу керекпіз бонустар арқылы. Көрдіңіздер ме? Яндекс таксиде табысыңызды көтеріңіз ағайын. Осы бейнероликті аяғына дейін көріңіздерде, және аптасына 40 мың немесе 60 мың, даже 80 мың теңге бонус Яндекстен алуға болады, және сіздің табысыңыз жоғары болады. Қалай оны істеуге болады? Бейнероликті аяғына дейін көріңіздер. Ассалаумағалейкум достар, Демежан Карменов арнасына қош келдіңіздер. Бүгін тамаша бейнеролик, бүгін тамақ ішіп отырып, досым екеуміз әңгіме соғып, Яндексте қалай 60 мың теңге, 80 мың теңге, не болмаса 40 мың теңге апта сайын табыстан бөлек қосымша бонус алып отыру туралы сөйлесіп, бір осындай бір жақсы бір ойға келдік. Достар, ыңғайластырып отырыңыздар, тамақ ішіп отырсаңыздар, ас болсын достар, осы бейнероликті аяғына дейін көріңіздер. Біз кеттік. Ал достар, қалай Демежан бонус? Қазір қалай Демежан бонус 60 мың, 40 мың, 80 мың теңге аламыз? Тез, айтшы бізге Яндекс таксиден сондай бонусты алайық деп отырсыздар ма? Сол үшін алдын ала арнаға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Осы бейнероликке лайк басып, міндетті түрде пікірлеріңізді қалдырыңыздар достар. Қалай істеуге болады? Достар, біз білетіндей Яндекс агрегаторында бізде брендированный болсақ, наклейка жабыстырсақ, әр апта сайын пятницадан пятницаға дейін, жұмадан жұмаға дейін 90 поездкаға 20 мың теңге бонус беріп отыр. Бұл 90 поездканы 3 күнде істеп тастауға болады достар. Сонымен өте оңай достар. 2 аккаунт немесе 3 аккаунт немесе не болмаса 4 аккаунтта жұмыс істеуге болады. Сол бір аптада 4 аккаунтта 90 поездкадан істеп тастап 80 мың теңге бонус алуға болады. Енді ол яры водительдер күніне 40-50 тапсырыс орындайтындар солай істей алады 4 аккаунтта. Ал егерде сіздер қиналмай, негізі 2 аккаунтта вообще қиналмайсыз, 2 аккаунтта істеп тастауға болады. 3 аккаунтта да реально істеуге болады. Осындай графикпен. Енді албаты бір аккаунттан істепсеп, екінші аккаунттан, сосын аккаунтты кімге тіркеу керек, сондай сұрақтар сіздерде туындау мүмкін. Фотоконтрольді қайтеміз, фотоконтроль қалай. Сол үшін осы бейнероликті аяғына дейін көріңіздер, бәрін дұрыстап, тиянақты түсіндіріп беретін боламын. Біріншіден фотоконтроль жайлы сіздерге айтып берейін. Егерде сізде 3 аккаунт дейікші, мен мысалы мен қазір 2 аккаунтта жұмыс істейін деп отырмын. Негізі жоқ, 3 аккаунт, тағы бір адам табу керек болып тұрмаған. 3 аккаунтта жұмыс істейін деп отырмын. Қалай фотоконтроль қайта сұрай бермеу үшін? Мысалы, сіз бір телефонда ғана жұмыс істесеңіздер, бір аккаунттан тапсырыс орындап, екінші аккаунтқа кірсеңіздер, сізден обязательно міндетті түрде ауыстырған үшін телефонда Яндекс не сұрайды? Фотоконтроль сұрайды личности. А так, егерде сіз өзіңіздің аккаунтыңызды байқағаныңыздай 3 күнде бір рет сұрайды. Бір телефоныңызды қолданып, аккаунттан аккаунтқа ауыспай, бір аккаунтта бір паркте жұмыс істей берсеңіздер, фотоконтрольді 3 күнде бір рет сұрайды. Мен білем, мен тексердім, мен көрдім. Сондықтан да сіздерге айтып отырмын. Ол үшін мысалы 3 адам 3 телефон болу керек. 3 телефон. Ондай мүмкіншілігіңіз болмаса, әр телефонда бір аккаунт. Мысалы, мына телефонда менің өзімнің аккаунтым болады. Мына телефонда менің бажамның аккаунты болады. Енді қазір бейнероликте жазып отырған телефонға тағы бір кісіні табу керек, соғанда Яндексті тіркеу керек. 3-ші аккаунтым болады.
сол. Ал егерде сізде бірақ телефон болатын болса, қайтеміз десеңіздер, достар, мынандай қосымша приложениялар бар, клон приложений деген бар. Мысалы сізде, мысалы менде қазір көріп отырсаңыздар, Яндекстің көрініп тұр ма, көрініп тұрған жоқ па, міне Яндекстің на всякий случай скриншотын істеп берсе, өзіңіздер мына четте байқағаныздар. Екі Инстаграмым бар, 3 ТикТогым бар, 2 Яндекс Про приложением бар. Сосын андай приложение бар, Yango Pro деген приложение бар. Google'дан терсеңіздер, Yango Pro APK формат скачать деп жазсаңыздар, поисқа Yango Pro бағдарламасында скачать етіп алуға болады. Онда да бір аккаунтты, бір телефонға, получается, Яндекс Проның бірнеше версияларын клон приложение арқылы, не болмаса біреуін клон приложение арқылы, біреуін Yango Pro кіргізіп алсаңыздар, телефоныңызда 3 агрегатор болады Яндекстің. Сол әрқайсысына аккаунттарын тіркейсіздер. И 3 түрлі номер телефона керек. Мысалы, телефондар 2 симканы сізде болады. Сізге бірақ бір простой телефон, бір симчатый простой телефон 2-3 мыңға сатып аласыздар, оған симканы қосып қоясыздар, ол қосылып тұрады. Егерде жолаушы, пассажир звондайтын болып қалса, содан аласыздар. Қазір видео жазылып жатыр, соны тексеріп жатырмын, үзіліп қалған жоқ па, үзілген жоқ па деп. Телефон осындай специально сатып алдым, камераны енді ар жақ бетімен жазып жатырмын да, мүмкін батарейкасы өшіп қалып, телефон қызғап, көрінбей қалады, жазбай қойып, мені айтып жатқаным бәрі текке кетеді. 10 минут, 15 минут сіздерге бір нәрсе айтып жатқанда ол жазылмай кетеді. Сол үшін бойынан тексеріп жатырмын, оказывается жазып жатыр. Жақсы вещь, кім блог жүргізеді. Мұрат, міне сағат сатып ал. Жазған кезде қарап отырасың. Мұратқа жіберіңіздерші бұны. Кім Мұраттың телефоны бар, осы бейнероликті Мұратқа. Так, не болмаса бір симкалы телефоныңыз болса, 2 симчатый простой 5000 теңгеге, OLX-қа кірсеңіздер 2000 теңгеге де біреу бесплатно бере салам дегендер бар. Ескі Nokia айту связьға бір телефон болса, соны тығып қоясыздар. 2 смартфондарыңыз болса, 2 симкадан тіпті жақсы. И солай болса, 3 күнде бір рет сұрайды сізде фотоконтрольді. И сол кісіге барып фотоконтрольін өтіп отырасыздар. И және де ары қарай осы бейнероликті аяғына көріңіздер, неше тапсырыстан күніне қалай орындау керек екенін бәрін түсіндіріп айта кетемін. Так, фотоконтроль жайлы түсіндіріп айттым, телефондар жайлы түсіндіріп алдым. Кімнің атына аккаунт тіркесеңіздер болады, кімде правасы бар. Бұрын Яндекс істеген, қазір Яндекс істемейтін достарыңыз, осы негізі осы Астанада, өзіңіздің қалаңызда, қыз бізді Астанада беріп жатыр, Алматыда да беріп жатыр мүмкін. Сол ешқайда қазір жуық арада ешқайда кетіп қалмайтындай, сіздің осы қаланың ішінде любой уақытта кеп фотоконтроль өтетін сондай бір достарыңыз, әкеңіз, ағаңыз, бауырыңыз, бажаңыз, братишкаңыз, короче, солардың аттарына Яндексті тіркей бересіздер. Қайда тіркейін десеңіздер, міне номер, достар, таксопарк колеса, соған тіркеліңіздер. Моментум деген таксопаркқа да тіркелуге болады. Оны ана алдыңғы бейнероликте айтқам, не үшін керек екен екінші таксопарк ақша жинау үшін. Сонымен осылай осы номерға тіркеліңіздер. Как раз паркта өте көп акциялар. Негізі андай 1,5%, 2%, 1% деген таксопаркқа жолықпаңыздар, достар. Қазір күшті, парктан паркқа ауысып, соларға ауысып, білмеймін айтып. Бір паркта жұмыс істеп жатыр ма, бір паркта жұмыс істеу керек. 4% нақты, нағыз нормальный процент, көп ақшадан жеңіп қоймайсыздар. Неге андай төмен комиссиялы парктарда жұмыс істемеу керек? Ол парктарда істеу оқыс. Просто олар шынына керек, олар табыс көрмей жатыр. Инвестиция деген сөз бар ғой, салып жатыр ақшаны, құйып жатыр ақшаны таксопаркқа, водительдер жинау үшін минусқа жұмыс істеп жатыр, в ноль жұмыс істеп жатыр ма, табыс көрмей жатыр олар әлі пока. Водитель жинау керек. Кейін олар мүмкін түсінбей жатыр, мүмкін әлі отчетный период, налоговый отчетный период салық төлеуден төлемеді әлі. Отчет тапсырған жоқ әлі. Олар тапсырған кезде, соны налоговый айтқан кезде, анан бәленбай ақша сізден өтті, содан бәрі бәленбай 3%, 4% там налог төлеу керек дегенде бухгалтерлар кішкене шатасып ештеңе істей алмай жатуы мүмкін. Сосын ол парктар жабылып қалады.
немесе проценттің комиссиясын көтереді. Стандартный сол достар 4%, одан кетпейсіздер. Зато сіздер сенімді паркте жұмыс істейсіздер. Офистары бар. Мысалы жаңа 1,5-2% парктар жұмыс істегенде кейбір ақшаны шешуде проблемалар болып қалады. Ақшасын кешіктіріп шешіп береді, не айту басқандай бір проблемалар кездесуі мүмкін. Олар айтады, технический ошибка, мынау ақшаны шеше алмай жатқан, сол өтірік, ол счетта ақша болмай кетеді дегендей. Негізі таксопарк таңдаған кезде финансовый устойчивость дейді ғой, қаржылық тұрақтылығы болу керек, офистары болу керек. Мен басқа да бейнероликтерде айтқанмын, парк таңдау критерийлері. Мысалы таксопарк колесада әр қала, Қазақстанның любой қаласында жұмыс істесеңіздер, сіздердің қалаларыңызда таксопарктың офисі бар. Ішінде хотя бы минимум бір менеджер отырады. Үлкен қалаларда 2-3 менеджерлардан отырады. Сіз ауыз көріп, сіздің проблемаларын негізі біз жаспыз ғой, телефоннан тарса тіркелеміз де жүре береміз, техподдержка звондап. Негізі үлкен кісілер бар, 40-тан асқан, 50-ден асқан таксиде жүргендер, телефонның кішкене хабары жоқ дегенде, енді заманауи уже үлкен кісілер, олар заманмен бірге қарқын дамып, бәрін зерттеп үлгірмейді ол кісілер. Сол кезде техникалық бір нелер, проблемалары болса, мәселелері болса, паркке барады. Мен паркке кіріп жүрмін ғой, Брусиловский 5-те Астана. Кірсем, жарты сағатта білет, айту бір адам келеді, менеджердің қасына кіреді, балам, мынаны қарап еш, мынаны қарап еш, тіркеп еш деп тіркелетіндері бар. Сондықтан да таксопарк таңдаған кезде сондай таксопарк таңдау керек. Сіз көзбе-көз менеджерді көре аласыз, өз қалаңызда кіресіздер де офисқа көре аласыздар. Тем более еще жақсы күшті розыгрыштары болып жатыр. Алтын сандық деген, алтын кілт деген розыгрыш бар. Айына 600 заказ істесеңіздер, айдан бір рет iPhone ойнатады, iPhone 15. 600 тапсырыстан көп істеген адамдар офисқа келеді, Астана, Алматы қалаларында кілт таңдайды, сол кілт неге сандықтың құлпына келсе, ашылса, iPhone алып кетеді. Сондай розыгрыш бар. Мен Инстаграмда толық, таксопарк колесаның Инстаграмда толық осы розыгрыш туралы біле аласыздар. Сонымен кішкене алып кеттім. Сондықтан да менімен бірге таксопарк колесаға тіркеліңіздер де, табысыңызды көтеріңіздер, жұмыс істеңіздер. Проверенный, надежный таксопаркта, сенімді таксопаркта. Балансыңызда спокойно ақша жинай аласыз. Ертең мысалы баланста 40 мың, 20 мың теңге қалып қалған жігіттер бар. Былтыр күзде жабық қалған таксопарктар бар. Как раз отчет, налоговый период өтті, налог тапсыратын кезде түсінді олар, налог тапсыра алмай, наверное, таксопарк. Білмеймін, менің ойым сол, достар, өзім субъективный мнениемді, как сказать, выражаю вам, рассказываю вам. И на примере, конкретный пример это, 40 мың теңгесі қалып қалғандар бар, 20 мың теңге шешілмей, сол жабылып қалған таксопарктың ішінде қалып қалғандар бар. Яндекс береді. Өйткені мен таксопарк ашқам, мен білем, сәт, кім мені баяғыдан бері қарайды, мен сәт такси деген таксопарк ашқам. Сәт такси таксопаркны ашып, сосын осындай налоговый анау келген кезде налогтарын бәрін қалай төлеймін, солай жауып тастадым. Ертең маған налоговый доначисление деген бар. Мысалы, бүкіл біздің ақшамыз парктың счетынан өтеді ғой, Яндекстің счетынан өтпейді, біздің счетымызға түсе береді бүкіл ақшамыз. Водительдің ақшасы. То есть мен водитель болып, мен күніге 30 мың теңге тауып атқан, через таксопарктың счетынан айналып өтеді. Ертең налоговый сұрақ қояды. Анам бәрі ақшаны счеттан өтті ғой деп. Сен айтасың, ол водительдің ақшасы дейсің. Сол налоговый айтады, водитель төледі ма? Пенсионка, мынау налогын төледі ма? Біз шыны керек таксопаркта жұмыс істеп жүріп, водительдер төлемейді ғой ештеңке. ИП болмаса, не болмаса, оның бәрін таксопарктың мойнында. Отвечает таксопарк перед налоговой. Вот так вот. Оның бәрін қопармай қояйын, достар. Сонымен байланбай миллион счеттан өткен кезде, менде бір аптаның ішінде таксопаркында миллион астам счет өтіп кетті. Всего лишь 100 водитель тіркелді сразу. Мен Инстаграмға, ютубқа шықтым, таксопарк аштым деп. 100 водитель келді маған. 50 водитель күнде линияда істейді. Менен күніне миллион теңгеден асып отырды счетынан. Оборот счетынан. Күнде таңертең Яндекстен түседі ақша, водительдердің ақшалары. Мен оның водительдерға шешіп беріп отырдым бәрін. Сонымен қарап отырсақ, баланбай миллион счеттан өтеді, оның бәрін налоговый көреді. И за эти деньги нужно отвечать. Вот. Сондықтан да айтып отырмын, 1,5%, 2% қалай олар жұмыс істейді білмеймін. Олар инвестиция құйып жатыр.
ертең налог бір нәрсеге келген кезде білмеймін, мүмкін с налоговыми тоже у них как-то нормально, я не могу все это утверждать, но все-таки безопаснее работать в проверенном, надежном таксопарке, ребят, который очень давно на рынке, қаржылық тұрақтылығы бар, финансовая устойчивость и стажы өте көп, жоғары рынокта жұмыс істеп жүрген. Сенімдісің да, ана балансаға ақшаны уайымдамайсың, ертең бір жаққа кетіп қала ма деп, таксопарк жауап береді бұл ақшаға. Сонымен темадан алып кеттім. Колеса паркіне тіркеліңіздер, мен бірге жұмыс істеңіздер де табысыңызды көтеріңіздер. Сонымен 3 телефон болу керек, немесе бір телефонда ком-приложение жасайсыздар. Ком-приложение жасасаңыздар, обязательно сол каждый номерға тіркейсіздер, ол телефон қосылып тұру керек. Простой телефон сатып алыңыздар. Ертең клиент звондаған кезде, чтобы вы смогли ответить. И қай уақыттарда жұмыс істеу керек. Сонымен солай істедіңіздер. Жаңа кімнің атына братчикаңыз жаңа айтып кеттім ғой деймін, айтып кеттім кімнің атына, біреудің аттарына тіркеп аласыздар. Мысалы, мен 3 аккаунт тіркеймін, біреуін қазір бажам атына тіркеймін, тағы біреуді көремін. Сонымен мұнда простой арифметика, достар. Бір аккаунтпен талова жұмыс істеп 90%-қа жаппау керек. Олай дұрыс болмайды ғой деймін. Оны бұлай істеу керек. Мен қазір калькуляторымды ашып алайын. Міне. Жазып жатыр ма? Мен 15 минут жазып жатыр. Так, 90 поездканы бөлеміз 7 күнге. 12-де 8, 13 тапсырыс. Күніне бір аккаунттан 13 тапсырыс істейсіздер, 10 ай 13 тапсырыс істеп саған. Сосын екінші аккаунтқа ауысасыздар да 13 тапсырыс істейсіңдер. Үшінші аккаунтқа 13 тапсырыс істейсіңдер. Сонымен 39 заказ күніне. Вот так вот. Ол реально істеуге болады. 2 апта, 3 апта, 1 ай. Пока Яндекс беріп тұр, жігіттер жұмыс істеу керек, ұру керек, Яндексті ақшаларын алу керек. Бізден процент ұстайды ғой, мұқым 17%. Біз неге сол бонустармен осындай кезде тез сол берген ақшамызды қайтарып алу керекпіз бонустар арқылы. Көрдіңіздер ме? Мен всегда осындай бір лайфхактар болса, курьеркада в основном особенно көп табыс көтеру үшін всегда роликтер шығарам. Кейбір хейтерлар бар, неге Демежан айтасың, тыныш үндемей қана істей бересің. Білмеймін, западлы сияқты біреуге айтпай Яндекстан бөтен жерден ақша табу. Так что бәріміз біліп жүру керекпіз. Бәріне айтқым кеп тұр. Бәріміз әр қазағым байысын, әр қазағым жалғызым, әр қазағым байысын деген сияқты бәріміз бірігіп ақша таппаймыз ба? Моменттарды пайдаланып. Сондықтан да күнне 13 тапсырыс орындау оңай. Біреуін үлгермей жатсаңыздар, добивать етесіздер. Екінші аккаунтқа ауысқан кезде сіз екінші телефон или ком-приложение фотоконтроль сұрамайды. 3 күнде бір рет фотоконтроль сұрап қалу мүмкін. Фотоконтроль сұрап қалса, бір аккаунтта жұмыс істеп фотоконтроль сұрап қалса, сіздің аккаунтыңыз болмаса, өз аккаунтыңыздан по делам қоясыздар да, бір нәрсе қойып, или заказ орнына кетесіздер өз аккаунтыңызбен. Ана манайға жақындаған кезде, мекен жайға сіздің танысыңыз сол аккаунттың иесіне жақындаған кезде соған шығасыздар да, соған фотоконтроль шарқ етіп өтіп аласыздар да, рахмет дейсіздер да, сол аккаунтпен қайтадан жалғастыра бересіздер. Каждыйдан 13 поездкадан істеу керек. Каждый аккаунттан 90 поездка аптасына толтырасыздар да, 60 мың теңге қалтаңызға салып отырасыз. Әр сенбі күні, әр субботада. Сондықтан да осылай, достар, айтарым осы. Әр қазағым жалғызым, әр қазағым байысын, әр қазағым Яндекстан ақшасын алсын, өз берген проценттерін қайтарсын. Сондықтан да осылай жұмыс істеңіздер. Брендинг жабыстырыңыздар. Брендинг жабыстыру пока тегін болып жатыр. Тоқпановаға ауысып кетті ғой деймін. Таксопарк колесаға звондаңыздар, жаңағы номердан тіркеліңіздер, сұраңыздар, қай жерде брендинг жасауға болады, барып машинаңызды брендингке қойып алыңыздар. Бір машинаны жаңағы 3 түрлі жігітке 3 түрлі аккаунтқа тіркей аласыздар. Бір машинаны, іштен кетпейді оған. Болды. Фотоконтролын айттым, машина жайлы айттым, брендинг керек, 60 мың теңге бонусты қалтаға салып жүре беріңіздер. Достар, рахмет барлықтарыңызға. Міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Осындай пайдалы ақпараттар жеткізіп отырамын такси саласында. Рахмет, сіздермен болған Демежан. Келесі менің бейнероликтерімде кездескенше сау саламат болыңыздар.